Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі өте жұмсақ болып келетін пирог жасайтын боламыз. Бұл рецептпен алғаш жасағаннан-ақ жақсы болып көтеріліп, әдемі болып шығатын болады. Алдымен таза әрі құрғақ ыдысымызға жұмыртқамыз бен қантымызды салып, аппақ болып көтерілгенше жақсылап миксерлеп аламыз. Өнелегіштен өткізілген ұнымызға қамыр қопсытқышымызды салып, оның тең жартысын осы біздің массамызға салып араластыратын боламыз. Оның барлығын салып жібермейміз, оны қазір видеода көрсететін боламын. Енді үстімізге ванильді қантты және де сары майымызды салып, сары майымыз ерігенше ысытатын боламыз. Біздің сары майымыз еріді. Енді тағы да оның жартысын осы біздің массамызға салып, жартысын алып қоятын боламыз. Массамызды видеода көрсетілгенде астынан үстіне араластырып, содан соң қалған ұнымызды және де сүтімізді салып, тағы да араластырып аламыз. Содан соң ыдысымызды майлап алып, оның үстіне жаңа дайын болған массамызды салып, 180 градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Ол өте дәмді шықты. Оны ыстықтай дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Сіздер де дайындап көріңіз, астарыңыз дәмді болсын.